сіздермен сабаққа өткізген кезде рефлексия деген сөз пайдаландыңыздар, иә? Бұл бағалау болады. Сол мен сіздердің пікірлеріңіз туралы ойларыңызды білгім келеді. Рефлексия туралы не түсіндіңдер? Бағалы ма екен? Ұнады ма, ұнаған жоқ па? Ұнаса несімен ұнады, ұнамаса несімен ұнамады деген сияқты. Рефлексияда бәріміз берілген тапсырмаларды орындаймыз. Сол біз сұрақтар қойған мақсаттарымыз, тапсырмаларымызға түсініп жүрміз, жақсы меңгеріп жүрміз. Сол рефлексия болмай, жақсы ойлап сол. Рахмет, пікіріңіз мен үшін құнды. Береке? Рефлексия мен үшін нәтиже или бағалау. Біз осы сабақ оқып жатқанымызда нәтижесін шығарады. Және оларда сұрақ қойып, соған жауап береміз. Маған әрине ұнайды маған. Және осы қойған сұрақтарымызды жақсы жауап береді. Сіздердің байқадыңыздар ма? Күнделікті берген ұсыныстарыңызды келесі сабақта жүзеге асырдым ба, соған жақсы нәтиже беру жақсы екен. Омар мырза, сіздің ойыңызша? Маған ұнады, біздің бақылау қоямын, не қиналу, ауырды, жыламыз. Не қиын болғанын, не ауыр болғанын. Жақсы түсіндім. Маған ұнады. Жақсы, рахмет. Елена? Рефлексия бұл өте пайдалы. Үшін біз не түсіндім, біз жазамыз. Енді сіз оқисыз, сол келесі сабаққа сіз басқа рефлексия бағалаған сияқты. Ұнады ма саған? Иә, жақсы, рахмет. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте құнды. Неге дейсіздер балалар? Өйткені сабақты жаңа тәсілмен беру, жаңағы сабақ барысында кездескен кемшіліктер, сіздің тарапыңызға, менің тарапымнан келген кемшіліктердің бәрін осы рефлексия арқылы келесі сабақта қайталауға болады екен. Рахмет ұсыныстарыңызға. Жақсы.